Я, не дейсің? Менде ғана проблема бар. Мақсат не сонда, оңай жолмен ақша табу ма? Отбасыма, балаларымның амандығын бере көр. Біздің үйдегілер дарбыз деп айтады да. Болып жаңыз қазір. Жерді қазып болсын ақ білем сен үшін. Ну, смотри. Көзіңді осындай жағдайға түсіп қалма. Балам, құлыным, есіңді жиыш. Құдай-ай, қандай жазығымыз бар еді осындай күйге түсетіндей. Балам, есіңді жиышы. Сен мықтысың ғой. Иә. Өз-өзіңе кел енді. Балам, мен білем, менің жүрегім сезіп тұр, сен бізді естіп тұрсың. Сен мықты едің ғой, балам. Оңбаған, қай шауыз сені осындай күйге түсірді. Балам, сен бізді тастап кетпегін. Қой. Айналайын. О, Мұра. Саламатсыз ба, кім іздедіңіз? Мұраның достарымыз ғой біз. Ол кеше шығып кетті ғой, ескертпеді ма сіздерге? Кеше шығып кеткен дейсіз ба? Иә, кеше шығып кетті. Бізге ештеңе ескертпеді ғой. Мейлі, жақсы. Жақсы болыңыз. Айтпай ма, қуа деген. Жайсик, телефонды көтермейін де. Жарайды. Мен саған ескерттім. Енді маған ренжімейтін шығарсың. Қалайсың? Балам, сен қайдан жүрсің? Қашан шықтың больницадан? Жаңа шықтым. Ай, сені бүгін шығады демеп еді. Қойың ішім. Шаршап кеттім анаң ішіне. Ішім пысып кетті ой. Сонда да айтпадың ба бірге барып шығарып алатын едік қой? Қойыңыз. Мен жатып демалайыншы. Шаршап кеттім. Шаршаған нес? Қазір шықтың ғой больницадан. Қалай шаршадың? Саламатсыздар. Тергеуші Аманжолов Қайрат. Келіңіз. Сіздерге бір-екі сұрағым бар еді. Маған қоя беріңіз. Қалайсыз? Қалай жүдеңіз? Мұра үйде ме? Иә, қазір келді, ұйықтап жатыр. Мен больницаға іздеп барсам, кеше шығып кетті дейді да. Сосын келгенім іздеп. Қалайша? Ол бүгін шықты деді ғой больницадан. Қалай сонда? Врачтар маған кеше шықты деп айтты ғой. Қызық. Оны кеше шығарса. Неге бүгін келді үйге? Онда врачтар қателесіп кеткен шығар. Кеше шығудың орнына бүгін шығарған шығар. Врачтар қателесті сол. Жақсы әпше, Мұра тұрған еген келем да, иә? Жақсы, сау болыңыз. Бұл бала неге маған өтірік айтты екен, а? Кеше шығарған болса. Иә, басың бірінші неңіз. Қалай болды жалпы? Бұл енді түнде магазинге шыққан. Магазинді іздеп жүрген кезінде үріп шатап кетті. Оқиға орнында көргендер жоқ па екен? Жоқ, ешкім жоқ. Сол маңайда бейнебақылау камераларына түсіп қалмаған ба? Оны сендер іздемесеңдер біз қайдан білеміз? Ол жерде камера бар ма, жоқ па? Апай, біз жан-жақты қарастырып жатырмыз. Артық мәлімет, артық информация, дерек, айғақ. Оның барлығы жаңа қылмыскерді табуға бізге қосымша көмек болады. Қайдан білейін? Іздеймін дейсіңдер, түтет іздемейсіңдер. Ей, сен қоя тұрсың. Болмаса сен орда мет бол онда. Сөйтіп тап онда. Кешіріңіз. Полиция деген. Жарайды. Кім хабарлаған жалпы жедел жәрдемге? Қалай алып келді? Біраз уақыттан соң сол жердегі тұрғындар көріп, скорыйға хабарласқан екен.
Оны кім хабарлаған, барлық данныйларын өзім анықтап, әрі қарай жұмысқа кірісеміз. Жақсы? Сауығып кетсін енді. Жақсы. Ей бала, тұр. Ау, Сен не? Больницадан бүгін шықтым деп мен алдайсың? қалайсың да? Қалай деп? Мен сенен сұрауым керек. Не айтып жатсың мама? Бүгін шықтым ғой, енді көрдіңіз оған, қазір келген жоқпын бай. Ай, өтірікші. Бүгін мына Сардар досың келіп, сені іздеп больницаға барған екен. Ал ондағы врачтар кеше шығып кеткен деп айтқан. Өтірік айтасың сен. Ой, ма, врачтар қателесіп кеткен жар енді. Көріп тұрсың, неменеге сенбейді, қазір келдік қой. Су айтсың ғой сен таза. Мен қазір сол больницаға барып, звондап білем. Оны неменеге звон? Сардар, жақсың ғой, тап-таза. Балам, тұра тұршы. Жаңағы мен айтқандарыма айып етпеші. Жоқ, уайымдамаңыздар. Өзіңді білесің ғой, қандай жағдайда тұрғанымызды. Бәрі жақсы, ештеңесі жоқ, уайымдамаңыздар. Ана бірдеңе қылып қалайда ана қылмыскерді табу керек болып тұр балам. Әпке, біз бар күшімізді салып табуға тырысамыз. Сіздер уайымдамаңыздар. Мүмкін кішкене ақша беру керек шығар сіздерге. Әпке, не айтып тұрсыз? Тып-тыныш жұмысын істеп жүрген адамды өстіп, пара ұсынып, өздеріңіз құртасыздар. Кешір айналайын. Қалайсыңдар қасқырларым? Жақсы, жақсы. В общем, кешке сендерге бір жемтік бар ғой. Қандай болғанда сол ақшаны алып қашып кетем деп ойлайтындар ғой. Соны ұстап алып, табанын тіліп, ішіне тұз құяйықшы. Соңғы кезде ішіп пысып жүрші. В общем, кешке жолғайық та соның мәселесін бір жақты қылайықшы. Жарайды, давай. Старттан, в общем. Сендер де стартта болыңдар. Давай, давай. Кім? Алейкумассалам. Тергеуші қайда таман жоқ? Кешегі аулада болған жағдай бойынша сізді куәгер ретінде танып отырмыз. Жалғыз куәгерсіз екенсіз. Бір-екі сұрақтарыма жауап беріп кетіңіз. Нақты ақпараттар керек маған. Айтамыз. Шамамен қай уақытта болды? Қалай болды? Жалпы баяндаңыз. Нақтысын білмеймін. Мен түнде магазинде шыққанда қансырап жатқанын көрдім. Сонымен жедел жәрдем шақырдым. Еще мен көмектесіп жатқан бір жігіт қарап тұрып, сонымен жүгіріп кетіп қалған болдым. Бір жігіт. Үстіне не киіп алған, сипаттап бере аласыз ба? Түнде анық көрінбеді, бірақ қара киініп алған. Қара киініп алған. Қалай қарай кетті? Тұрғындардың арасына қарай жүгіріп кетті. Жақсы. Басқа? Ешқандай артық қимыл байқаған жоқсыз? Жоқ. Күдікті басқа ешкімді көрген жоқсыз ғой? Көрмедім. Жақсы. Тағы да ақпараттар есіңізге түсіп жатса маған хабарласыңыз. Номерімді жазбаңыз. Бұл да бізге Алланың берген бір сынақ шығар. Кішкентай кезінде мама менімен бірге ойнашы деп қайта-қайта қасыма келіп, әкең екеуміз жұмыстан қолымызға тимейді, саған көңіл де аудармаптық қой. Осының бәрін мүмкін Құдай есепке алып,
жалғыз сені ғана берген шығар бізге. Бірақ мен өкінбеймін. Ең бастысы аман болсаң болды. Сен кішкентай кезіңнен бастап мықты болдың ғой. Достарыңа адал болатынсың. Ешкімнің көңілін қалдырмай, кім не айтса соған жүгіріп барып айтқан істейтін тұғымсың. Есіңде ме? 14 жасыңда көлік жудың ба әйтеуір бір жұмыс істеп ақша тапқаның. Мама, папа, мен ақша таптым деп біздің қолымызға беріп. Сол кезде біз саған әбден ұрысқан едік. Мүмкін біз сені түсінбеген шығармыз. Бірақ біз сенің 14 жасында жұмыс істегенмен намыстандық. Өйткені бізде бәрі бар болған. Оқыттық. Бірақ сен өзің еңбегіңмен көп нәрсеге өзің қол жеткіздің. Соңғы кездері саған көңіл де аудармай қойдық. Кешірші бізді балам. Үйленем дедің, үйлендірдік. Қуанып келін сүрдік. Енді немерелі болайын деп жатқан кезде сен бізді тастап кетпе балам. Естіп отырсың ба? Сен бізді тастаушы болма. Балам, сен мықтысың. Сен бәрін жеңесің, мен білем. Сен кішкентайынан осындай өжет болдың. Айналайын. Естіп тұрсың ғой сен мен, иә? Шын жүрегіммен тілеймін Алладан сенің амандығыңды. Аман бол, тастап кетпе бізді. Бля, сен татуға малсың ба, Неменеге мамаға барып, мен кеше шыққанда жүрсің больницадан? Больницаға барсам, врач солай айтты ғой. Звондамайсың ба бірінші маған хабарласып? Соткым жоқ қой, не істеймін? Ишаксың ғой, тап-таза ишаксың да. Әншейінде күніне 1000 рет звондап мазаны алып жібересің, осындай телефоның жоқ. Сотка жоқ қой, не деймін, не істеймін енді? Жоғалып кетсе сонымен бірге, жоқ болып кетсе бірге. Ломбардқа ма бірдеңе құртқан шығарсың тағы? Иә, ломбардқа ғой. Зор ғой сол. Алло. Иә. Қойш. Ебат, тірі ма? Қай жерде жатыр? Болды я түсіндім, қа барамыз. Не болып қалды? Жасик пышақтап кетті. Кімдер? Қашан? Білмеймін. Кетті оны, тез барайық ондай. Барайға, бірақ сен бара бер, мен артыңнан барам, мақұл? Қайда барасың сен? Мен бір жерге жолып шығайшы, обязательно барам, сен ертерек бара бер. Қуамаш, кейін барам дегенесің ау. Сіздерге бұл жерде отырудың қажет жоқ, үйге барып демала беріңіздер. Келін, сен үйге қайта бер. Біз осында бола береміз. Жоқ, керісінше сіздер бара беріңіздер. Мен осында болам. Алтынай, сен үйге бара ғой. Шаршаған шығарсың. Үстіне аяғың ауыр. Қайта ғой. Жоқ, мама. Күйеуім өше жатқан кезде қалай кетсем мен үйге? Сіздер демала беріңіздер үйге барып. Жарайды онда. Біз үйге барайық. Келін, бір хабар болса айтарсыңыз. Онда астына түсіп асханаға барып жақсылап тұрып тамақтанып алмақ ма? Саған аш жүруге болмайды ғой. Жарайды, мама. Кет. Ойбай жаным. Ешкімнің көзіне түсіп қалған жоқсың ба? Біреуді ешкім байқаған жоқ. Бәсе, Жасик не үшін телефонын алмайды десем? Ол әлі тірі екен. Жалпы не істеу керек оған? Одан ертерек құтылуымыз керек. Құтылмастан бұрын бірінші ақшаны қайтарып алуымыз керек. Ол саған қанша қарсы? 10 миллион. Сол ақшаны мен берем саған. Сен ба? Сенде қайдан болсын ондай ақша? Мен сен білем ғой, көтіңде көк тиының жоқ қой. Сен ол жағын уайымдама, мен табам. Мына жерде тура 5 миллион. Ал тірлікті тындырған соң, қалғанын аласың.
базар жоқ Мурат. Сенде қайдан жүр бұндай ақша? Жарайды, көреміз. Жақсы. Давай. Esimde sağınımı ay Kuşaktatamayım gökünüşke varay Kendi geçtiğine de burnun kuday bulmaydı Kayda kozulgandan